Hello students, сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде Summative Assessment Task for Term 2, яғни 4-ші сыныпқа арналған 2-ші 90-дық жиынтық бағалау. Task first, read the text. Circle true or false. Текстті оқы және төмендегі сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыстығын анықта. Егер мына берілген сөйлемдер текст ішінен шығатын болса, онда ол дұрыс. True. Ал егер шықпайтын болса, онда ол false. Бұрыс екендігін білдіреді. Сонымен, бірінші сөйлем. Museums are important parts of our culture. Мұражайлар біздің мәдениеттің маңызды бөліктері. Бұл жоғарыдағы мына сөйлемге ұқсайды екен. They really are one of the most important parts of our culture. Олар шынымен де біздің мәдениеттің маңызды бөліктерінің бірі. Сонымен, бұл екі сөйлемде де мұражайлардың маңыздылығы туралы айтылған. Бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі тапсырма. Task second. Look at the pictures, choose one pictures and answer the questions. Write your answers. Екінші тапсырма. Төмендегі суреттерге қара және біреуін таңдап, мына тұрған сұрақтарға жауап беру керек. Жауабын астындағы қатарларға жазуларың керек. Бірінші сұрақ. What do you see in the picture?
Суретте не көріп тұрсың? Бірінші суретте мен балалардың теңізде жүзіп жүргенін көріп тұрмын. Ал екінші суретте ежелгі жануарлардың сүйектерін зерттеу. Ағылшын тілінде ол былай болады. Boys swim in the sea. Екінші, studying the bones of ancient animals. Екінші сұрақ, what are people doing? Адамдар не істеп жатыр? Бірінші суретте олар теңіз балықтарын зерттеп жатыр. Ал екінші сурет қазба жұмыстарын жүргізіп жатыр. They explore the sea fish. Second, excavations in progress. Үшінші, do you like such activities? Why? Мұндай іс-шаралар сізге ұнайды ма? Неліктен? Жауабы, бірінші суретте мұндай іс-шаралар маған ұнайды. I like these things. Өйткені теңіз тіршілігімен жақынырақ танысқым келеді. Because I want to know the life of the sea in more detail. Екінші суретте маған мұндай іс-шаралар ұнамайды. I don't like such events. Өйткені қазба жұмыстарымен айналысу маған қызық емес. Because I don't like digging. Егер де сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийге қалдырыңыздар. Біз міндетті түрде жауап беретін боламыз. Жақсы, сау болыңыздар.